Гемоглобин дегеніміз эритроциттің құрамына кіретін күрделі белок болып табылады. Яғни бізге эритроцитке осы гемоглобин қызыл түс беріп тұрады. Гемоглобин негізі гем темірден және глобин ақуыздан тұрады. Гемоглобиннің құрамында 4 тізбек бар. Ол әрбір тізбек бір-бір темір атомымен байланысқан. Бұл темір атомын өз кезегінде оттегін байланыстырып алып, бүкіл организмге тасымалдайды. Гемоглобиннің негізі 3 түрі бар. Ол үлкен адамдардағы, ересек адамдарда гемоглобин А деп аталады. Ал ұрықтық кезде дамитын және нәрестелерде болатын фетальды гемоглобин, одан кейін гемоглобин, примитивті гемоглобин. Ол ұрықтық дамудың 9-12 аптасында дамиды. Бірақ бұл фетальды гемоглобин сәби дүниеге келгеннен кейін біртіндеп төмендеп азая бастайды. Сонымен қатар гемоглобиннің бірнеше типтері бар. Ол егер гемоглобин оттегімен байланысса, оксигемоглобин, көмірқышқыл газымен байланысқан гемоглобин, ол карбоксигемоглобин және темірдің еківаленттілігінен 3 валентілікке ауысқан гемоглобин метгемоглобин деп аталады. Бұл метгемоглобин яғни оттегін тасымалдауға қабілетсіз гемоглобин болып табылады. Бұл әртүрлі ауруларда және улануларда кездеседі. Гемоглобиннің мөлшері әйел адамдарда 120-140-ты, ал ер адамдарда 130-160-ты құрайды. Сонымен қатар жүктілік кезде гемоглобин 110-ға дейін болуы қалыпты болып саналады. Ал 18 жасқа дейінгі балаларда 112 мен 153-тің аралығында болады. Гемоглобиннің әйел адамдармен салыстырғанда ер адамда жоғары болуы ең бірінші ер адамдарда андроген гормондары эритроциттердің түзілуін жоғарылатады. Сонымен қатар әйел адамдарда ай сайын келетін этекер циклы кезінде де осы гемоглобиннің азаюы жүреді. Гемоглобин эритроциттің ішінде болғандықтан, эритроцит қаншалықты мөлшерде болса, гемоглобин де сонша мөлшерде болады. Яғни сол мөлшерде азаяды немесе көбейеді. Бірақ кей жағдайда эритроцит қалыпты мөлшерде бола тұра, гемоглобиннің азаюы пайда болады. Гемоглобин негізі организмде осы көрсеткіштерден асып кетсе де өз зиянын тигізеді. Яғни бұл кезде қан қоюланып, қан айналымының жүруі төмендейді. Қалыпты жағдайда ол гемоглобиннің жоғарылауы шылым шеккен кезде, альпинистерде, ұшқыштарда және гентамицин, пентоксифилин деген дәрілерді қолданған адамдарда жоғары болады. Ал патологиялық жағдай кезде сусыздану болған кезде, яғни дегидратация, организмге су жетіспеген мөлшерде эритроциттер көп мөлшерде түзіліп кетеді. Яғни бұл көп мөлшерде қысқанда, жиі іш өтулер, ыстық цехта жұмыс жасайтын адамдар қатты терлеген кезде және жаңа туылған балаларда осы гемоглобин жоғары мөлшерде болады. Сонымен қатар зарядағыш препараттарды қабылдаған кезде де сусыздану пайда болады. Сонымен қатар кейбір жүректің, өкпенің туа біткен аурулар кезінде организм қалыпты мөлшерде оттегімен және қанмен қамтамасыз етуі төмендейді. Соған байланысты организм оттегін көп мөлшерде алу үшін эритроцитті көп өндіріп жібереді. Бұл хоббл сияқты, бронхиальды астма сияқты аурулар кездеседі. Сонымен қатар кейбір бүйрек аурулары, бүйрек артерияларының стенозы, қатерсіз ісіктері кезінде, қан түсу ағзаларының аурулары кезінде де гемоглобин мөлшері жоғарылайды.